Ыстық шаймен осы муравейникті қытырлатып жесе қандай керемет. Бүгін сіздермен өзім қолданатын рецептпен бөлісемін. Және видеоның соңында оларды қалай бір айға дейін сақтауға болады, соны көрсетемін. Муравейниктің қамырын дайындау үшін ең алдымен сары майды ерітеміз микроволновкада. Мен сияқты қатты ерітіп жібермеңіздер. Үстіне қаймақты қосамыз. Одан соң қант және қопсытқыш салынады. Барлығын араластырып, көпіре бастаған кезде үстінен алдын ала еленген ұнымызды 2 немесе 3-ке бөліп саламыз. Енді барлық массаны қолымызбен араластырып, біріктіреміз. Қамыр піскен кезде қатты болып қалмас үшін оны көп илеп тұрудың қажеті жоқ. Барлығын бір домалақ етіп жинасақ болды. Енді оны 4 немесе 5 бөлікке бөліп, осылай пищевая пленка немесе целлофанға бөліп салып, 1 сағатқа морозильникке жібереміз. Міне 1 сағат ішінде қамыр қатайды. Енді оны теркіден өткізіп, пергамент қағазының үстіне противеньге орналастырамыз. Осы уақытта біздің духовкамыз 180 градуспен жақсылап қызып тұруы қажет. Шамамен 10-15 минутке беті қызарғанша саламыз. Арасында духовканың есігін ашып, қызарған жерлерін араластырып тұрдым. Осындай сарғыш, әдемі түс шықты. Енді шығарып, сәл суығаннан кейін қолымызбен ұсақтап үгітеміз. Мына жерде дәл осындай екінші противень. Енді араластыруға бізге қажет вареная сгущенка, менде 3 желания. Одан кейін жақсы, дәмді, сапалы сары май, оны микроволновкада ерітіп аламыз. Және 2 шай қасық бал қосамыз. Бал қосқандықтан біздің муравейниктеріміз кеуіп қалмай, жылтырлап әдемі болып тұрады. Енді бізге жақсылап араластыру керек. Қолымызға перчатка киіп алсақ, өте ыңғайлы. Араласқан соң, қалауымызша муравейниктерді формировать етеміз. Мен осындай домалақтар жасадым. Кішкентай стаканчик немесе басқа формаларды да қолдансаңыз болады. Менде бір шариктің салмағы 35 грамм құрады. Барлығын осылай етіп, капсулаларға салып, қонақтардың алдына ұсынсаңыз, өте әдемі деп ойлаймын. Бетіне көбінесе шоколадты ерітіп жағып жатады. Мен осындай орешектарды қойдым. Енді қалай сақтаймыз деген сұраққа келсек, оларды ауа өтпейтін контейнер немесе осындай пакеттерге салып, морозильникке қойсақ, олар 1 айға дейін жақсы сақталады.